Жалпы бұл Қазақстанның этностранды мәдениеті ғой. Иә. Қазақстанда бізде қанша ұлт өкілі бар еді? Өткен сабақтардан білеміз, иә? 150-ден астам. 150-ден астам. Менің есімде Жақсы. Қазақстан Халқы Ассамблеясы тәуелсіздік алғаннан кейін 4 жылдан ба, 3 жылдан кейін ба құрылған болатын. Барлығын қазір сіздермен үйренеміз, иә? Жақсы, Қазақстан Халқы Ассамблеясы. Бекасылды қосайық. 1995 жылы 1 наурызда құрылған болатын. Өте жақсы, Айша. Алдын ала сұрамай айтып жатқандарыңызға өте қуаныштымын. Келесі сұрағымызға қарайықшы, этносаралық толеранттылық дегенді қалай түсінесің дейді. Мүмкіндік болса, камераларыңызды қосып отырыңыздар, иә, Айша, Назым? Этносаралық толеранттылық. Кеше сұрап еді, апай, ұмытып қалдық. Этносаралық толеранттылық деген, этнос дегеніміз ұлттар, иә? Ұлтаралық толеранттылық деген сөзді тікелей аударсақ, төзімділік, шыдамдылық деген мағына береді. Яғни этносаралық төзімділік. Ол төзімділік деп қалай айтамыз? Яғни біздің мемлекетімізде әртүрлі нәсіл, әртүрлі ұлт, әртүрлі діл. Діл дегеніміз менталитет, иә, білейік. Әртүрлі тілі бар, ана тілі бөлек ұлттар өмір сүреді ғой, соның барлығы. Этносаралық менің. Иә, айта қойыңыз, Алия. Яғни этносаралық түсіндік дегеніміз, яғни қарым-қатынас мәдениеті ол дегеніміз халықтардың бір-бірімен түсінісуі, қырылыспауы, андай ұрыспауы, бір жатқа бола таныспауы, яғни қарым-қатынастары жақсы болуы. Алияның айтқанына толықтай келісем, яғни бір тудың астында тату-тәтті тұрып жатқан деген мағына. Жақсы, қыздар. Келесі толерантты мемлекет дегеніміз не? Бағана өзіңіз айта бер. Адамның құқығы шығар, білмеймін. Біз мемлекетімізді толерантты деп айтамыз ба? Апай, бағана өзіңіз демократиялық мемлекет па? Толерантты деген ол төзімділік деген мағына. Тәуелсіз мемлекет. Төзімділік деген демократиялық мемлекет. Иә, Қазақстан толерантты мемлекетке жатқызуға болады. Елдерінің біріміз. Жақсы, иә. Біз мемлекетімізді Қазақстан Республикасының толерантты мемлекет деп айта аламыз. Себебі бізде өмір сүріп жатқан ұлт өкілдерінің барлығы дерлік өз ділімен, өз дінімен, өз тілінде сөйлеуіне мүмкіндік көрсетілген, иә? Иә, бостандық бар, тіл бостандығы бар, дін бостандығы бар, унитарлы мемлекетпіз, иә? Әркім өзінің дінін. Өте жақсы, қыздар. Бекасыл бар ғой бізде, Бекасыл қатысып отырыңыз сабаққа. Алмат бар екен, Думан бар бізде. Апай, Бекасыл сөйлеп отыр. Бекасылдың дауысын өткенде сіз ести алмай беріңіз, Айша, бүгін мен ести алмай отырмын, ондай болса. Түсінікті. Жақсы, ендеше тыңдалым. Сіздерге алдымен айтып өтейін, бұл тыңдалым. Назарларыңызды аударып отырыңыздар, осы бойынша сіздерге сұрақтар қоямын қазір. Еліміз егемендік алғалы бері қол жеткізілген жетістіктеріміз туралы деректер. Біз жаңа Қазақстан материалдар топтамасын жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарлама тақырыбы Қазақстан Халқы Ассамблеясы. Қазақстандағы алғашқы этномәдени орталықтар 80-ші жылдардың аяғында пайда болды. Ал 1992 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің барлық этникалық топтарын біріктіретін институтты құру туралы идеяны жария еткен. 3 жылдан кейін бұндай ұйым құрылды. Ол Қазақстан Халқы Ассамблеясы болды. Тұңғыш президент туралы заңға сәйкес Нұрсұлтан Назарбаев ұйымның төрағасы атанды. Ассамблея Қазақстандағы 17 конфессия мен 130 этнос өкілдерін біріктірді. Ол біріккен ұлттар ұйымы және Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық бойынша ұйымның оң бағасын алды. Бүгінде ассамблея жоғары мәртебелі конституциялық орган, ұйымның 9 мүшесі парламент мәжілісінің депутаты болып сайланады. Ал жергілікті деңгейде кішігірім халық ассамблеялары жұмыс істейді. Қазақстан Халқы Ассамблеясының сессиясы жылына кем дегенде бір рет өткізіледі. Кездесудің басты мақсаты республика азаматтарының құқықтары мен бостандықтары, ұлттық мәдениеттер, тілдер мен әдет-ғұрыптар мәселелерін талқылау. Бүгінде ол үшін қажетті барлық жағдай жасалған. Еліміздегі этномәдени бірлестіктердің саны тұрақты түрде артып келеді.
Қазір олар 800-ден асады. Оның ішінде 28-і республикалық. 15 тілде газет-журнал, 8 тілде радио бағдарламалар, 7 тілде телебағдарламалар шығады. Білім беру толықтай өзбек, тәжік, ұйғыр және украин тілдерінде жүргізілетін 88 мектеп жұмыс істейді. 122 этностың тілі жеке пән ретінде жүргізіледі. Нұрсұлтан Назарбаев Көріп отырсыздар ма балалар? Иә, апай, көріп отырмын. келесі 2019 Қазақстан халқы ассамблеясының жылы деп жариялады. Осыған орай ұлттық шаралар жоспары құрылып, Қазақстан халқы форумы өткізілмек. Түсінікті ғой, иә, балалар? Иә, апай, түсінікті болды. Ендеше тыңдалымнан кейінгі тапсырмаларға назар аударайық. Бірінші сұрақ. Қазақстандағы алғашқы этномәдени орталықтар қашан пайда болды? Басында айтты, иә, алғаш сондай идея қалыптаса бастады. Орталықтар пайда болды. 1992 жылы Нұрсұлтан Назарбаев сондай нені ойлап. Иә, ол идеясы болды, иә. Бұл идеяға дейін Ал орталықтар қашан пайда болды? 1994 жылы жүзеге асты. Ендеше тыңдалымның бас жағына қайта назар аударып жіберейікші, балалар. Жарайды. Еліміз егемендік алғалы бері қол жеткізілген жетістіктеріміз туралы деректер. Біз жаңа Қазақстан материалдар топтамасын жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарлама тақырыбы Қазақстан халқы ассамблеясы. Қазақстандағы Апай, сіздің тыңдалымыңыз тыңдалып не істеп тұрған жоқ, дауыс шығып тұрған жоқ. Дауыс шықпай тұр ма? Иә, апай, жай шық. 2002 жылы елбасы Ендеше мен өзім айтайын, иә, Қазақстандағы алғашқы этномәдени орталықтар 80-ші жылдардың аяғында пайда болған екен. Ары қарай келесі елбасымыз Қазақстан халқы ассамблеясын құру идеясын қашан қабылдады? 1992 жылы. 1992 жылы. Өте жақсы, балалар. Келесі Қазақстан халқы ассамблеясы қашан құрылды? 1995. Өте жақсы. Иә, 1995. Жақсы, келесі төртінші сұрақ бізде еркін сұрақ. Қазақстан халқының ассамблеясының маңызы неде дейді? Өз пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Қазақстан халқы ассамблеясының маңызы ол еліміздегі өзге ұлттарды өзінің оқуына, емделуіне, неғылуына мүмкіндік береді. Мен айтып кетсем бола ма, апай? Иә, әрине, Айша. Өзімнің ойым, Қазақстан этностарының мәдениеттері, тілдері, дәстүрлерінің дамуына қажетті барлық жағдай жасалған болатын, яғни осы Қазақстанда. Сол үшін басқа да ұлт өкілдері осы Қазақстанда өз еркілерімен өздерінің жүріп тұрыстарына жақсы, яғни кәдімгі қазақ қалай тұрады Қазақстанда, дәл солай басқа ұлт өкілдерде солай тұратындай етіп, көптеген жағдай жасалған деп ойлаймын. Иә, жақсы, өте жақсы. Қазақстан халқы ассамблеясы құрылған деп ойлаймын. Жақсы. Иә, Әлия. Жалпы ассамблеяның қызметі ол Қазақстанда тұратын әр азаматшаны, әр азаматты ол қандай национальность, қандай еді қазақстан? Ұлт. Қандай ұлтта болса да, қандай адам болса да, оның құқығы және оның қалайтын заттарын бәрі болады. Яғни ол өзінің дінін де сақтай алады, өзінің тілінде де сөйлей алады. Ол оған міндетті емес, ол сен қазақ елінде тұрасың ба, қазақ тілінде сөйле, қазақ тілінде айт, қазақ тілінде сөйт дегенде. Әр азаматтың өзінің құқығы, өзінің қауіпсіздігі, өзінің жалпы қалағысы келген заттар орындалады. Жақсы, Әлия, сізбен келісемін. Назым, сіз не дейсіз? Сіз не ойлайсыз бұл турасында? Думан, Алмат, сіздер не айтасыздар? Жауап бар ма? Жақсы, онда ары қарай жүрейік. Оқылым. Енді кітаптарыңыздың 121-ші бетін ашыңыздар. Сіздерде ассамблеяның қызметі деген мәтін бар, иә? Иә, бар, апай. Назым, мен сіздің даусыңызды ести алмадым. Назым бізде WhatsApp-қа жазып жатыр, сөйлеп жатырмын деп. Бірақ, Назым, сіз микрофоныңызды қоспадыңыз ба? Микрофоныңызды қосып көріңізші. Микрофон қоспай сөйледіңіз бе екен бәлкім? Назым, немесе бір кіріп, бір қайттан шықсаң қосылатын шығар?
Назым жауап беріп жатқан екен, біз ести алмаппыз, иә? Қазір Назымның дауысы шығып қалар. Оған дейін біз оқылым тапсырмасын жүргізе берейік. Міне сіздерде жүксі деп көрсетілген, жүксі әдісін сіздер жақсы білесіздер, иә? Бөліп оқу кезек. Жақсы, мәтінге қарайық, ассамблеяның қызметі. Бекасыл бастайды бізде мәтінді оқуды. Ары қарай жалғастырасыздар. Бекасыл. Ассамблеяның қызметі. Бүгінде республикада Қазақстанның этностарының мәдениеттері, тілдері, дәстүрлері дамуына қажетті барлық жағдай жасалған. Этномәдени бірлестіктерінің өзінің саны тұрақты өсуде. Қазір олар 800 тілде радиохабарламалар, 7 тілде телебағдарламалар шығады. Білім беру толықтай өзбек, тәжік, ұйғыр және украин тілдері жүргізілетін 88 мектеп жұмыс істейді. 108 мектепте 22 этнос тілдің жеке пән жүргізіледі. Осымен қатар балалардың басқа да үлкендер де 30 этнос тілдерін оқуға мүмкіндік алған. 195 этно білім беру кешендері, жексенбілік және лингвистикалық мектептер ашылды. Қазақ және орыс театрларын қоспағанда елімізде тағы 4 ұлттық, өзбек, ұйғыр, корей және неміс театрлар жұмыс істейді. Әр жыл сайын Қазақстан этностардың тілдерінде бірнеше ондаған жаңа кітаптар жарық көреді. Жыл сайынғы халықтық мерекелер Наурыз, 1 мамыр дәстүрге айналды. Егер мемлекеттің қалыптасу Наурыз, 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі мерекесі Масленица, Сабантойды атап өту дәстүрге айналды. Егер мемлекеттің қалыптасу кезеңінде басты міндет этносаралық төзімділік пен қоғамдық келісім негізінде қоғамның барлық азаматтары мойындаған ортақ құндылықтар мен қағидаттар жүйесінде негізделген ұлт бірлігіне жету болып табылады. Сондықтан ұлт бірлігіне жету болып табылады. Сондықтан 2010 жылы сәуірде Қазақстанның ел бірлігі доктринасы қабылданады. Бұл біздің қандай күш біріктіреді және біртұтас етеді. Соны түсінудің тәсілі. Бұл болашаққа бірігіп ұмтылудың серпіні. Ел президенті еліміздегі тіл мәселесінің ерекше көңіл бөліп келеді. Этносаралық қатынастар жүйесінде мемлекеттік тіл ел бірлігінің қалыптастырудың маңызды факторы болып танылған. Сондықтан да ассамблея қызметінде мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту маңызды ортаға ие. Қазақстандық үлгі біріккен ұлттар ұйымындағы ЕқО-ға қатысушы елдерде Копенгагенде, Гренада, Женевада, Нью-Йоркте өткен халықаралық форумдарда таныстырылып, 10 бағаға ие болды. ЕқО-ға қатысушы 56 мемлекет тілінде аударылды. Жақсы жарайсыздар балалар. Бұл жерде ЕқО деген Еуропа қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымы деп оқылады, иә? Жақсы, мәтін бойынша қысқаша бір түсінгендеріңізді айтып өтейік, балалар. Ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Бұл жерде ассамблеяның қызметі туралы айтылған. Жақсы. келісем. Алия оқыған жерге қарайықшы. Айта ғой. Жалпы ассамблея не үшін құрылғанын және де ол қандай қызметтер атқаратынын, ол елді жалпы турист адамдарды де қазақтармен бірге, қазақ елімен бірге біріктіру үшін, ауызбіршілік сақтау үшін жасалған екенін білдік. Жақсы. Енді мәтін мазмұны бойынша ассамблея қызметінде мемлекет аяқтаңыз сөзіңізді. Жалпы ассамблеяның қызметі ол мемлекеттік тілді қолданысқа алу. Жақсы. Енді қарайық, мәтін мазмұны бойынша бірнеше сұрақ жаз дейді. Қазір сіздерге 2 минут уақыт берейік. 12:13, қазір 12:15-те сіздер сұрақтарыңызды Алия қойған сұраққа Бекасыл жауап береді. Бекасылдың сұрағына Айша жауап береді. Айшаның сұрағына Алия жауап береді, иә? Жарайды.
Жақсы, 2 минут уақыт береміз. Аха. Апай, мен осы жерде айта берейінші, әйтпесе Zoom-ға кіре алмай қалдым. Кірсем де қайтып шығып кетіп жатыр. Қазақстан Халқы Ассамблеясы. Қазақстан Республикасында 150-ден астам ұлт өкілдері өмір сүріп келеді, және олар Қазақстанда тұрып, қазақша сөйлеуге міндетті емес, және де Қазақстанда олай талап қоюға міндетті емес. Себебі мысалы Қазақстанда 150-ден астам ұлт өкілдері болғандықтан олар қазақшада сөйлеу білмеуі де мүмкін. Сондықтан Қазақстан Республикасында этностардың мәдениеттері, тілдері, дәстүрлерінің дамуына қажетті барлық жағдай жасалған. Назым Zoom-ға кіре алмай, WhatsApp-қа жауабын айтып жіберіпті, иә? Жақсы, Назым, сіздің WhatsApp-қа жіберген аудионызды тыңдадым, жауабыңызды. Жақсы. Уақытымыз аяқталды, қыздар. 1-2 сұрақ болса жеткілікті. Осымен жұмысымызды аяқтайық. Апай, әрең кірдім ғой. Біресе Қош келдіңіз, Назым. Сіздің жауабыңызды тыңдадым. Қандай тапсырма орындаймыз, апай? Біз қазір мәтін мазмұны бойынша сұрақ жазып жатырмыз, иә? Сіз мәтін оқыған кезде, сіз мәтінді тыңдай алдыңыз ба, Назым? Ендеше қазір мәтін бойынша сұрақтар қойылады. Солардың жауаптарын тыңдау арқылы сізге мәтін түсінікті болады деп сенемін, иә? Иә, Алия. Алия бастайды. Алияның сұрағына бізде Бегасыл бар ма? Бегасыл жауап береді деді, иә? Бегасыл. Алмат, сіз жауап берсеңіз де болады. Айша мен Бегасыл шығып кетіпті. Қазір қосылатын шығар. Басқа балалар да мүлде қосыла алмапты. Жақсы. Айша қайтадан жіберіп жатыр. Иә, Алия, сіз сұрағыңызды айта беріңіз. Балалар болып түгел жауап берсін. 108-ші мектепте мен Айша сұрақ қоям, жауап бере беріңдер барлықтар. Жарайды. 108-ші мектепте неше этностық тіл және жеке пән ретінде жүргізіледі? 108-ші мектепте 22 этностың тілі жеке пән ретінде жүргізіледі. Жақсы. Білемін, алдында Самал апай не істеген? Жақсы, онда жауап бере беріңіз, иә? Жыл сайынғы қандай халықтық мерекелер атап өту дәстүрге айналды? Наурыз 1 мамыр. Наурыз 1 мамыр. Дұрыс. Иә, Алия, басқа сұрақтар. Иә, жақсы, Айша, қойыңыз. Сәуірде Қазақстанның қандай доктринасы қабылданған? Доктринасы ма? Иә, доктринасы қабылданған. Қазақстанның ел бірлігі доктринасы қабылданған. Доктринасы қабылданды. Жақсы. Ассамблея қызметінде мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту қандай орынға ие? Өте маңызды орынға ие. Өте дұрыс. Келесі ең соңғы сұрақ. Е, Қ, О, О-ға қатысушы қанша мемлекет тіліне аударылды?
56 мемлекет тіліне аударылды. Жақсы, 56 Дұрыс. мемлекет тіліне аударылды, иә? Иә. Жақсы. 56 мемлекетке. Басқа сұрақ қоюшылар бар ма? Алмат. Сұрақ қоямыз ба? Мәтінге қарайықшы балалар, мына жерде қарамен берілген сөздерді көріп тұрсыз ғой, республикада, одан кейін жарық көреді дейді, одан кейін төзімділік және келесі бетінде шыдамдылық деген сөздер қарамен белгіленген, иә? Енді осы сөздерге Болашаққа, синоним айтып көрейікші. Синоним дегеніміз не еді? Синоним дегеніміз бір сөзге ұқсас мағыналы сөздер, бірақ әртүрлі сөздер. Мағынасы бір болғанмен жақсы. әртүрлі сөздер. Әртүрлі Мысалы, жазылатын, әртүрлі дауыс. Төзімділік, сабыр. Мысалы, апай, республикаға ол синоним мемлекет. Республика және мемлекет синонимі. Еліміз деп айтуымызға халық болады, иә? десе болады. Халық, Жақсы, Иә. келесі халық деп айта алмаймыз, иә, мемлекетті. Қазақстан халқы деп, бірақ Қазақстанда тұратын адамдарды айтамыз. Қазақстанның халқы деп, қай ұлт болса да, иә. Жақсы, келесі жарық көреді. Қалай алмастырсақ болады? Жарық көреді. Жарық көреді. Оқылымға шығарылады. Иә, ауыстыруға. Немесе Жарыққа шығады дейміз, иә. жарық көреді. Шығарылады, иә. Жарыққа шығарылады. Басып шығарылады десек те болады. Жақсы, Иә, келесі төзімділік. Иә. шыдамдылық, Шыдамдылық. Мгм. Сабырлылық. Сабырлылық. Жақсы, келесі болашақ. 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 келешек. Келешек өте жақсы, иә, келешек. Келешек дей аламыз. Жақсы, балалар. Енді қарайық, мәтіндегі көсемшелердің қалай жасалып тұрғанын айт дейді. Көсемше не екенін білеміз ғой? Иә. Көсемше дегеніміз не? Қандай қызметтер атқарады? Жұрнақтары қандай? Жылдам айтып өтейік, иә, есімізге түсіріп. Көсемше жүктеліп, как там, бірінші етістіктің қызметін атқарса, одан кейін үстеумен. Ол екі түрлі мәнде. Иә, өте дұрыс Иә. айтады. Иә, үстеудің қызметін Қолданылады екен. Біресе жүктеліп, етістік қызметін қолданады. Көсемше енді нақты бір қимыл білдіреді. Жақсы, Көсемше нақты иә. қимылды білдіреді. Өте жақсы. Көсемшенің жұрнақтарын айтайық. А, Е, И, И, Ып, Эп, Ай, Қалы, Ып, Келі, Эп, Қалы, Келі. Қалы келі. Жақсы. Осы ғалы келі түрленбейтін бір түрі бар еді ғой. Не істелмейтін еді ол? Көсемше ма, апай? Иә, осы. Мен жауабын керісінше айтып жіберіппін ғой. Көсемшенің қай жұрнағы түрленбейді деп айтуым керек қой. Өзім айтып та қойыппын ғой. Ғалы келі ғой. Түрленбейтін Иә. апай. Ғалы келіні жүктей алмаймыз, иә. Мен барғалымын деп айта алмаймыз. Иә? Иә, оны Олар барғалылар дей алмаймыз, иә? Иә. Жақсы, ол түрленбейді екен, жақсы. Жақсы, балалар. Енді оқылымнан кейінгі тапсырмалар дейді. 6 тапсырма 122 бетке қарасаңыздар, 4 сөйлем әдісі деген тапсырма бар. Осы оқыған мәтін бойынша бұған да 2 минут уақыт бөлеміз. 2 минутта сіздер үлгеретіндеріңізге мен толықтай сенімдімін. Ал мен уақыт есептедім, 2 минут болғанда ескертемін. Мысалы, Қазақстан Халқы Ассамблеясының маңызы бар деп есептеймін. Дәлел, себебі ол Қазақстанда тұратын ұлттардың өз дінін сақтауға көмектеседі деген сияқты дәлелдеріңізді, пікірлеріңізді нақты айтасыздар. Бекасыл қайта қосылып жатыр. Келесі сабақтарды мектеп онлайнмен өткізе береміз. Мектеп әкімшілігі сферамен сабақ өтсін деп жатыр екен. Өкінішке орай сфера бізге өте тиімсіз, иә, балалар? Иә, апай, бізде сфераға көп бала кіре алмайды. Сабағымыздың аяқталуына 10 минут уақытымыз қалды.
20 секунд уақыттарыңыз қалды. Уақыт аяқталды, балалар, жазып үлгердік па? Аздап. Жақсы. Ендеше аяқтап қойған оқушылар, бастайық. Кім бастайды? Еще басташы. Жоқ, мен әлі аяқтаған жоқпын, қазір кішкене қалды. Назым, сіз жұмысыңызды аяқтадыңыз ба? Жоқ, апай, кішкене ғана қалды, кішкене ғана. Сонда Алияны тыңдай тұрайық, оған дейін сіздер боласыздар, иә? Жақсы, Алия, айтыңыз. Біріншісі пікір. Бүгінде республикада Қазақстан этностарының мәдениеттері, тілдері, дәстүрлерінің дамуына барлық жағдайлар жасалған. Дәлел. Қазақ және орыс театрларын қоспағанда елімізде тағы 4 ұлттық өзбек және орыс театрлары қоспағанда өзбек, ұйғыр, корей және неміс театрлары жұмыс істейді. Яғни бұл жерде қазақтардың дәстүрлері, өздерінің мәдениеттері ашылу үшін театрларды, мысалы, ол жерде көптеген қойылымдарды көрсету мүмкін, солардың бәрін ашу үшін көптеген жағдайлар жасалған. Одан кейін, мысал, бүгінде, яғни әр жыл сайын Қазақстан этностарының тілдерінде бірнеше ондаған жаңа кітаптар жарық көреді. Қазақстанның этносын ашу үшін Қазақстанның тіл бағдарламасына көп назар аудару үшін қазақ тілінде көптеген жыл сайын мыңдаған кітаптар шығады. Одан кейін қорытынды, тақырып бойынша қорытынды жаз. Қорытынды жалпы Қазақстанның ассамблеясының қызметі өте маңызды қызмет, және де ол қазақ еліне көптеген пайда тигізуге, және де басқа да бір өзге ұлт азаматшарының құқықтарын сақтауға, және де олардың қалаған затын істеуге, өздерінің дінінде жүруге, өз тілінде сөйлеуге мүмкіндік береді. Өте жақсы, Алия, жауабыңызға Апай, қанағаттандым. мен айтсам бола ма? Иә, Айша. Пікір. Қазақстан Республикасының ассамблеясының маңызы зор. Өз пікірімді бір сөйлеммен дәлелде. Себебі Қазақстан этностарының мәдениеттері, тілдері, дәстүрлерінің дамуына қажетті барлық жағдай жасалған. Мысал, пікірді өмірмен байланыстырып, мысал келтір. Мысалы айтатын болсақ, қазіргі таңда басқа да ұлт өкілдеріне көптеген жағдайлар жасалған. Тақырып қорытынды. Жыл сайынғы халықтық мерекелер Наурыз, 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі мерекесі, Масленица, Сабантойды атап өту қазақ халқының Жыл сайынғы халықтық мерекелер Наурыз, 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі мерекесі, Масленица, Сабантойды атап өту дәстүрге айналды. Жақсы. Назым, сіз айтасыз ба? Назымның дауысы бізге тағы естілмей қалды ғой деймін, иә? Назым дауысы естілмей қалды. Қазір қайта қосылатын шығар. Келесі бізде жазылым тапсырмасы. Сабағымыздың аяқталуына 5 минут уақытымыз бар. Жазылымнан көрі ауызша айтсақ, бізге уақытқа тиімді, иә? 123 беттегі 8-ші тапсырмаға қарасаңыздар, көп нүктенің орнына тиісті жұрнақтарды қойып, мақал мәтелдерді жаз дейді. Апай, бірінші нені мақалды айтып өтсем бола ма? Ынтымақ қайда болса, ырыс сонда. Жақсы. Бұл жерде са деген жұрнақ жалғанған. Са жұрнағы ненің жұрнағы бұл? Бірлік болмай. Са жұрнағы? Қайларды есімізге түсірейік, тез-тез. Са. Шарттырай, иә, шарттырай. Райды есімізге түсірейікші, қанша рай бар бізде? 4 рай бар. Ашық рай, бұйрық рай, шартты рай, қалау рай. Қалау рай, иә. Жақсы, 4-еу бар, иә? Яғни са жұрнағы, шартты райдың жұрнағы. Жақсы, келесі.
Бірлік Бірлік болмай, болмай, иә. тірлік болмас. Иә, бірлік болмай, тірлік болмас. Болмай. Бұл жұрнақтар қандай жұрнақтар? Ненің жұрнақтары? Көсемшенің жұрнағы. И. Иә, Көсемше жұрнағы, иә. иә. Ал с жұрнағы ше? Ай жұрнағы. С жұрнағы. С. Менікі емес пе, тапай, райлар ма? Ар, ер, р, с деген есім жетісті ма? Есімшенің жұрнағы, апа, есімшенің. Иә. Жақсы, келесі. Сыйлас. Сыйластық. Сыйластық екі Сыйластық. кісіге де Екі екі кісіге кісіге бірдей. бірдей. Жақсы, бұл жерде сыйластық сөзіндегі жұрнағымыз. Жұрнақ па, жалғау ма әлде бұл? Қандай бұл? Жалғау. Бұл жерде жалғау. Септік жалғау. Септік па? Онда Сұрақ қояйықшы. Не екі кісіге бірдей? Сыйластық. Зат есім, дерексіз зат есім, иә? Жұрнақтың екі түрі бар дегенбіз балалар. Жұрнақтың екі түрі бар дегенбіз. Иә, Қандай? керексіз. Сөз тудырушы, Жоқ, жұрнақтың. Иә. сөз тудырушы және Тудырушы, содан кейін сөзге жалғау. түрлендіруші. Иә, түрлендіруші дейміз, иә. Біреуі лексикалық, семантикалық мағынасы түсе, біреуі грамматикалық мағынасы түйді дейміз, иә. Енді бұл тық деген жұрнақ қандай мағына істеп тұр? Сөзді түрлендіріп тұр ма, тудырып тұр ма? Тудырып тұрған шығар. Тудырып тұр, өте жақсы, иә. Жаңа сөз туып тұр. Сый бөле басқа сөз, сыйлас етістік, ал сыйластық деген қайтадан зат есім болады, иә. Яғни зат есім тудырушы жұрнағы, өте жақсы. Келесі. Білмей. Үшіне емес пе, тапай? Сыйластық екі кісіге Білмесең үндеме, білмейсің Ішіне қой, 99-ға қалай? Білмесең, иә. Жақсы, білмесең үндеме. Сіз Алия не айтып отырсыз? Мен түсінбедім, мұнда не ғой? Ұшақ мақал ғой? Мен өзім қосқаным ғой, балалар, өзім қостым сіздерге. Не, білмесең үндеме дейді. Бұл жерде сасе тағы да ненің жұрнағы болды? Жоқ. Сасе. Есімше ме? Жоқ, сасе. Жоқ. Сасе. Шартқа тексереміз. Егер деген сөзді қоссақ, бұның шартта не шартсыз екенін білеміз, иә? Егер білмесең үндеме дейді, иә? Иә. Жақсы, келесі. Жоқты бар дейсең құт болар, барды жоқ дейсең жұт болар. Жақсы. Дәл бағанағыдай, дәл солай шартты не? Иә, шартты райдың жұрнағы. Жақсы. Оны қалай тексереміз? Осы сөйлем тексеріп көрейік. Егермен тексереміз, иә? Иә. Егер жоқты бар десең, Жоқты бар десең құт болар. Егер барды жоқ десең жұп болар. Жақсы, осылай тексере алады екенбіз балалар. Өте жақсы. Бізде Алмат қосылып бірақ жауап бермей отыр, иә? Сабағымыздың аяқталуына аз ғана уақыт қалды. Бағалауға келіп жеттік. Бүгін сіздерді өздеріңіз бағалауға мүмкіндіктеріңіз бар. Жетістік баспалдағы әдісі арқылы бағалаймыз. Сіздер өздеріңізді баспалдақтың қай жеріне қоясыздар? Жетістікке жете алдыңыздар ма? Сары есіктің артына қоямын. Жақсы, Алия. Тура сары есіктің алдына қоямын. Жақсы. Алия жетістікке жетті. Айша, сіз өзіңізді қайда қоясыз? Айша да шығып кетіпті, иә? Жақсы, қазір біздің уақытымыз